Hayırlı gün kıymetli dersimiz aslında dersin maksatı ve mіндetleri. Ders maksatı bilim alışverişinde stratejik kodun benim hızlı sündürü. Josparlao кезеңдерінің кластерін дәрістің міндеттері стратегия жоспарлау ұғымын және оның түрлерін түсіндіру. Туристік кластерда қолданылатын стратегиялардың көрсету. Кластерлік жоспарлау үрдісінің кезеңдерін талдау. Жоспарлаудың аймақтық туризмге әсерін бағалау. Негізгі ұғымдар: стратегиялық жоспарлау, туристік кластерлік модель, миссия, мақсат, міндеттер. Сот тест кап талдаулары, аймақтық даму стратегиясы, холдер. Стратегиялық жоспарлау ұғымы мен әні. Ұзақ мерзімді мақсаттарға жетудің жоспары. Туризм саласындағы қолдану ерекшеліктері. Мемлекеттік және жеке жоспарларының үйлесуі. Туристік кластердің құрылымы. Негізгі элементтері: туристік кәсіпорындар, логистикалық инфрақұрылым, білім беру ұйымдары, билік. Ішкі және сыртқы холдер. Жобалаудағы стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері. 6 кезеңі бар. Бірінші, ағымдағы жағдайды талдау. Сот талдау, фез талдау. Сот талдау, ішкі нарықты талдау, фез талдау, халықаралық нарықты талдау. Макро, микро талдау. Мақсаттарды анықтау. Мақсаттағы аудитория мен нарықты зерттеу. Бәсекелестік стратегия құру. Іске асыру жоспары. Мониторинг және бақылау. Кластер моделін таңдаудағы стратегиялар. Модель, желілік модель, аралас модель. Мысалы ретінде жібек жолы туристік кластер. Аймақтық жоспарлау. Мысалы ретінде Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстары. Стратегия: мәдени, тарихи, экологиялық туризмді үйлесімділігі. Қазақстандағы кластерді зерттеу мысалдары: Алматы тау туризмі кластер, Түркістан мәдени рухани кластер, Ақмола экологиялық кластер. Әр кластердің зерттеу нәтижесі мен ұсыныстары. Енді кластер стратегиялық кластер құру бұл өте зерттеуді қажет етеді. Сондықтан біз, құрметті студенттер, стратегияның екі түрі болады. Бұл үш түрі болады. Уақытқа байланысты қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді. Ал енді мемлекеттік тұрғыдан стратегияның өзі үлкен екі бар. Өндірістік стратегия және саяси стратегия. Көбінесе осы өндірістік стратегияларды қажет етеміз. Кез келген кәсіпорынның аяғынан тұрып кету үшін осы стратегия өте қажет. Стратегия бұл кәсіпорынның болашағын, мақсатын, міндетін, миссиясын анықтау үшін өте қажет. Сондықтан осы стратегияларды жету үшін көптеген әрекеттер жасалады. Мысалы, Холидей немесе Рекс қонақүйлердің ұзақ мерзімді стратегиялары бар. Осы мысалы Рекс қонақүйі әлемде 28 мемлекетте бар. Ал енді осы біздің еліміздің территориясында 5 қалада кездеседі. Ал бұның айтып отырған себебіміз, бұл алғаш Рексіз несі басталғанда бұлардың стратегиялық ұзақ мерзімді стратегия жасаған. Әрбір аймақтарда қалай қамту керек, қай кезеңдерде жоспарлау керек. Оның ішінде Қазақстанға бөлінген арнайы стратегиялар бар. Қазақстанның әзірге дейін 5 қаласында
бөлімшелері ашылған, сондықтан стратегия өте қажет кез келген кәсіпорынның дамуы. Немесе кез келген шағын және кафе болсын, мейрамхана болсын, орналастыру орындары болсын, тур базалар болсын, олардың барлығына стратегия жасату керек. Сонда ғана біз ол кәсіпорынның дамуын, алға ілгерілеуін қалыптастырамыз. Стратегияда қаралатын негізгі нелер, бұның бәрі осы кәсіпорын жарақтану деңгейі, персонал кадрлық менеджмент, одан кейінгі барлық қаржы көздерулерді қалай тартуға болады, инвесторларды қалай тартамыз сияқты мәселелер бойынша көптеген мәселелер. Туристік кластер негізгі элементтер, туристік кәсіпорындар. Бұл кәсіпорындарға тур агент, тур операторлар, қонақ үйлер, тур базалар, санаториялар, сонымен мысалы логистикалық мысалы көліктік инфрақұрылымға, аэропорттары, әуе жолдары, темір жол, пойыз, метро, электрический, трамвай, осы барлығы менен тас жолдардың бүкілі қамтылады. Өйткені туристік кластер үшін бұның барлығы қажет, туристің жету үшін, орналастыру үшін. Одан кейінгі кәсіпорын қоғамдық тамақтандыру орындары, кафе, бар, асхана, мейрамханалардың, ұлттық мейрамханалар, осы барлығы қамтылу керек. Одан кейін білім беру ұйымдары кәсіпорындардағы персоналдар дайындап шығару үшін колледж және жоғарғы оқу орындары. Одан кейінгі билік, жергілікті әкімшілік басқару бір-бірімен сәйкес инфрақұрылымды дамыту өте күрделі. Ал енді жобалаудағы стратегиялы жоспарлаудың кезеңдері. Бүгін ағымдағы жағдайды талдау. Енді кез келген стратегияны ағымдағы жағдайды біз талдаймыз екі түрлі тәсілмен. Біреуі сот, екіншісі бұл екеуі макроэкономикалық, микро-макро талдау жасайды. Біздегі сот талдау әдісі мысалы қандай мүмкіндіктер бар, қандай оларға талдау жасалады. Енді мақсаттарды анықтау. Енді осы біздің мақсатымыз қандай? Осы стратегия жоспар құрудағы. Біз болашақта тағы басқа қалаларды немесе басқа аймақтарда нарыққа ену сияқты мақсаттарын анықтау қажет. Мақсатты аудитория мен нарықты зерттеу. Енді біздің ұсынып отырған туристік өнімдеріміз немесе туристік тауарларымыз немесе тур пакеттеріміз қандай аудиторияларға арналған? Талдап, сегменттеп әрекет жасауымыз керек. Енді бәсекелестік стратегиялар құру. Енді бәсекелестер кез келген саланың даму үшін осы бәсекелестердің рөлі өте зор. Бәсекелестер қалай артырған? Бәсекелестіктерге қалай төтеп береміз? Онда осы бәсекелестік стратегияларды қалыптастыруымыз керек. Бәсекелестіктер бізде жарақтану деңгейімен, одан кейінгі мысалы баға саясаты, тағы стратегиялар бар. Осы стратегияларда біз бәсекелестерді арттыру үшін оларға да белгілі жоспар дайындаймыз. Асыру жоспары. Енді кез келген стратегия жоспар керек. Ал жоспарды іске асыру үшін тактика керек. Сондықтан іске асыру жоспарларын бұл уақытқа байланысты бір күндік жоспар, апталық жоспар, айлық жоспар, маусымдық жоспар, жылдық жоспар деген. Осы жоспарларды кезең-кезеңімен өзінің уақыты жұмыс жасауымыз. Ал соңғысы мониторинг және бақылау. Енді кез келген стратегия 5 жылға немесе 10 жылға жасалатын болса, дағы мониторинг жүргізіп отыруымыз керек. Мысалы, квартал немесе жылдық бойынша. Қаншалықты жұмыстар жасалды, қай жерлерге жақсы алып бара жатырмыз, қандай жерлерде жетіспеушілік бар деген мониторинг жүргізіп отыруымыз керек. Қай жерде кадр жетіспейді, қай жерде не сияқты. Ал енді одан кейінгі бақылау. Бақылауды міндетті түрде күшейтуіміз қажет. Бақылау бұл өте қажет. Бақылауды жалпылама бақылау және